Жалпы андай ғой енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22-ақ жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге фу, ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағамды ұстап тұрмын жалпы. Негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қалайсыздар? Кешегі видео жайлы толығымен сіздерге айта кетейін. Негізінде ондай видеоның болатынын және де ондай видеоның шығатынын Ақерке толығымен курста болатын. Мен ешкімнен барып тығылып түсірген жоқпын, жасырып техничный кетіп қалған жоқпын. Өзіне бір ауыз сөз айтқан кезде жарайды мені түсіре бер деген еді, бірақ түсіріп болғаннан кейін төбесіне жай түскендей, төбесіне тас түскендей бүкіл оқырмандарға Сержанның қандай жаман адам екенін салып қойғанын мен де түсінбей қалдым негізінде. Съемкадан кейін барып бір ауыз сөз сөйлесейін десем сыртқа шығуға да ниеті болған жоқ, сөйлесуге даже құлшынған жоқ. Сондықтан мен өзім үшін бір бөгет жасадым, просто адам өзіне бір кішкентай ілік, болмаса бір причина іздеп жүрді, осы видеодан тауып алды деп ойлаймын. Сондықтан қазір сен мен қандай нашар адам екенін жаза берудің қажеті жоқ. Ақерке білетін ондай видео шығатынын, және де курста болған. Құрметті оқырмандар, Ақерке міне осы видео жайлы сөз қозғап, осы видеодан мін тауып Сержанмен айырылысудың жолын іздеген болатын. Бастапқыда Сержан да Ақерке де ол туралы анық-қанық білген, және Сержан Ақерке бұл туралы ескерткенін айтып, өз парақшасында жариялады.